Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше етіп духовкада үй жағдайында картошка по-деревенски дайындайтын боламыз. Рецепт қызық болса, видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге осы рецептпен жасап көріңіздер. Ендеше бастаймыз. Ең алдымен картоптарымызды жақсылап, тазалап, жуып алатын боламыз. Енді кезекте картопымызды алып, ортасынан бір бөліп аламыз. Әр бөлігін 3 бөліктен тағы да бөліп шығатын боламыз. Міне барлығын дәл осылай ұзыннан турап алатын боламыз. Барлық картоптарымызды турап біттік. Енді кезекте біз маринадына кірісетін боламыз. 4 ас қасық сұйық майымызды құйып аламыз. Жарты шай қасық тұз. Осындай ұнтақталған чеснок сабаламыз. 1 шай қасық. Шай қасықтың ұшымен қара бұрыш. 1 шай қасық паприка. Барлығын салып алдық. Енді жақсылап тұзы ергенге дейін араластырып алатын боламыз. Дайын болған массамызды жаңағы турап алған картоптарымыздың үстінен толығымен барлығын құйып, қасығымыздың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Барлық жеріне толық сіңетіндей етіп жақсылап араластырамыз. Көріп отырғандарыңызды жасалу жолы сондай оңай. Көп уақыттарыңызды алмайды және де көп затта кетпейді. Барлығын жақсылап араластырып алдық. Енді кезекте формамызға осы картоптарымызды жайғастырып шығатын боламыз. Осы уақытта пешімізді 180 градусқа қыздырып алатын боламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минут көлемінде пісіп шығады. Міне біздің картоптарымыз пісіп шықты. Қып-қызыл, сондай әдемі болып шыққан. Енді біз соус дайындайтын боламыз. 1 ас қасық көлемінде кетчуп және де майонез салып, жақсылап араластырып аламыз. Қалауларыңыз бойынша укроп және чеснок қоссаңыздар, бұдан да дәмді болып шығады. Мен соусты үйдегі бар заттардан жасай салдым. Дайын соусымызды картоптарымыздың ортасына құйып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай картоптарымыз сондай дәмді, әдемі болып шыққан. Дәл осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видеом пайдалы болған болса, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Назарларыңызға үлкен рахмет.